Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді. Кім бір қарыс жерді, қараңыз, бір қарыс жерді зорлықпен тартып алса, сол жердің 7 есесі қиямет күні мойнына жүктеледі дейді. Қараңыз да. Қарапайым мәселе, құрметті ағайын. Біреудің бір қарыс жері, бұл нәрсе көп болады, кейде адам мән бермейді. Анау дүниең көп болса, лауазымың болса, бір жерде бір кедеймен немесе бір жағдайы төмен, ешқандай бір мансабы жоқ адаммен көрісіп болып қалсаң, кішкентай жерін тартып алсаң, ол саған әңгіме айта алмауы мүмкін да. Ол сізге тісін батыра алмауы мүмкін, өйткені ода мүмкіндігі жоқ та. Келіп, мына жерін кішкентай не қылып қойдың, енді көршіміз ғой, түсінесің ғой. Немесе басқа да әдемі әңгіме айтуымыз мүмкін да. Ол бейшара үндемей, шамасы келмегендіктен үндемей басын изеуі мүмкін да. Бірақ қараң, Алла субханаху ва тағала әділдігін қараңызшы. Егер де біреудің бір жерін, бір қарыс жерін зұлымдықпен тартып алсаң, жаңағыдай күшің болып тұрып, мүмкіндігің болып, немесе біреуді араға салып тартып алатын болсаң, қияметте сол нәрсе 7 есене еселеп мойныңа ілінеді дейді.